12 жасқа толған балаларға арналған. Сәлеметсіздер ме, құрметті телекөрермендер. Менің ат жөнім Рамазанова Ағуза Далабайқызы. Мен Маңғыстау облыстық өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының аға оқытушысымын. Менің бүгінгі айтқалы тұрған тақырыбым, мен осы орталықта курс жүргіземін. Бұл курстың аты өрлеудің жыл бойғы жоспарына сәйкес дене тәрбиесі дене шынықтыру сабақтарында оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру атты тақырып. Енді салауатты өмір салтын біз бұрында да қалыптастырып келе жатырмыз. Қазіргі таңда қалай қалыптастырамыз? Біз бұл тақырып өте ауқымды, өте жақсы тақырып, менің өзіме ұнайды. Енді бірінші салауатты өмір салтын қалыптастырудың алдында салауатты деген сөзді айтқым келіп тұр. Салауаттылық дегеніміз не? Салауатты адам деп қандай адамды айтамыз? Салауатты адам деп обал, сауап, ысырап, үнем, қанағат деген ұғымдарды жүзеге асыратын адамдарды айтамыз. Енді біз оқушылармен осы салауатты өмір салтын қалай жүргіземіз? Дене тәрбиесі пәнінің өзі таза ауада, немесе залда жүргізіледі сабақ. Ол қимыл қозғалыста болады. Бұл қимыл қозғалыс артық та кемде болмау керек. Оқушы бойына өзіне энергетикалық ішкі және сыртқы жүйені қамту керек. Бұл энергетикалық жүйе дәл айтайын деп тұрған біздің салауатты өмір салтымыз. Енді ол оқушы үйіне барады, отбасыменен бірге болады. Бұл салауатты өмір салтын отбасымен бала бірігіп қалай жүргізеді? Оған мен қазір кейінірек арнайы тоқталып кетемін. Оған дейін мен қазіргі таңда енді мынандай білім бағдарламасында жаңартылған білім бағдарламасы жүріп жатыр. Сол бағдарламаның 8 бөлімі бар. Сол бөлімнің басында 3 бөлімше бар. Бөлімшеде айтылған қимыл қозғалыс дағдыларын, қимыл қозғалыс әрекеттерін үйрету және қимыл қозғалыс дағдыларын қалыптастыру, және үшіншісі арнайы денсаулығын сақтау немесе салауатты өмір салтын қалыптастыру деп берілген. Яғни дене тәрбиесі сабақтарында қалай біз баланың салауатты өмір салтын қалыптастырамыз. Яғни бұл бала қимыл қозғалыс әрекеттерінің кезінде қалай тыныс алады? Тыныс алу жолымен ол қалай салауатты өмір салтын қалыптастырады? Тыныс алудың ішінде айталық 5 нұсқасы бар. Бір нұсқасында бала тыныс алып, оны бүкіл денесіне таратады. Келесі бір нұсқада ол кеудесіне, яғни ауаны жинақтайды да, 1, 2, 3, 4, 5 деп ұстап тұрып, оны шығарғанда ол өкпесін керіп, денсаулығын сақтайды. Келесі тыныс алуда ол арнайы тек қана іштегі жаман энергетиканы шығарып тастайды. Мысалы, ішіне сорады да оңға шығарады, ішке сорады да солға шығарады деген сияқты. Енді оқушылар ата-аналарымен, отбасымен қалай осы салауатты өмір салтын қалыптастырады деген бар. Оның өзі менше 3-ке бөлінеді салауатты өмір салтын қалыптастырудың. Ауа, су, тамақ. Біз ауаны қалай пайдаланамыз? Жаңа айтып жатырмын да мен. Ауаны біз қалай пайдаланамыз? Жалпы таза ауада серуендеген, таза ауада жүрген, жүру жаттығуын жасаған жаттығудың өзі ағзаға кірген дәруменмен тең екен. Келесі су. Біз қандай су ішуіміз керек? Біз ешқандай да минералды су, газдалған су немесе кола деген суларды біз ішпеуіміз керек екен. Біз тек қана таза газдалмаған суды ішетін болсақ, бұл біздің бүкіл денемізге кіреді екен. Ем болып кіреді. Бұл салауатты өмір салтын қалыптастыруға 1000-да-1 көмектеседі. Енді айталық, салауатты адам отбасымен байланыстымыз. Біз үштік неде жұмыс жасайтын болсақ. Сол үшін мен бір мынандай ойын алдым. Отбасының дастархан басында отыру тәртібі деген. Бұл ұлттық салт дәстүрге қатысты. Біз отбасында жалпы дастархан басында отыру тәртібінде 7 нөмір бар екен. Ол нөмірдің бірінші санында ата отырады. Атаның оң қанатында қыз отырады. Сол қанатында ұл отырады. Немесе одан кейінгі ұлдар отырады. Үшінші санда ана отырады, анадан кейін келін отырады. Немесе 5-ші санда қыз күйеу отырады, 4-ші санда қыз қонақ отырады.
6 деген қасиетті табалдырық, 7 дастархан ас екен. Енді біз осы ойынды дене шынықтыру сабағына далада өткізіп қатыстыратын болсақ, бірінші біз оның балаға танымдығын үйретіп аламыз, екінші біз оны жүгіртіп ойнатамыз таза ауада. Сол кезеңде біз балаға қандай нөмірлерді ол бала жүгіріп барады, нөмірі 1 дегенде ол ата екенін білу керек. Нөмірі немесе ата дегенде ол нөмірі 1-ді апарып дөңгелек неге қойып қоюды білу керек. Сондықтан біз кегірейге жазылған нөмірлерді қойып қоямыз да, балаға соны айттырамыз. Мұның бұл ұлттық тәрбиелік салт дәстүрін сақтай отырып, таза ауада салауатты өмір салтын қалыптастыра отырып ойын ойнайды бала. Енді осы ойында нөмір 1 деп атаны қойып кетті. Ата қақ төрде отырады. Атаның оң қанатында қыз отырады, немесе қонақ отырады. Қыз үйге қонақ келсе, қыз бір саты қонақтан төмен отырады. Сонан кейін сол қанатында жүрек жақ бетінде ұлы отырады. Үлкен ұлы, кішкене ұлы, немесе ұлдан туған ұлдар отырады. Нөмірі 3-те ана отырады. Енді осы ана үйдегі 3-тегі дастархан басына жарап қалған баладан да кейін отырады екен. Себебі ол шаңырақ атаның шаңырағы. Ол атадан жоғары емес. 3-тегі баладан да кейін ана отырады екен. Бұл қазақ халқында қалыптасқан қазақ халқының дастархан басына отыру тәртібі. Бұл отырыс сіз енді бұл бар ма дегенде, бұл жарияланған, бұл Қазақстан Республикасы бойынша этнопедагогика журналында 2013 жыл 4-ші санында жарияланған. Бұл жаңағы ұлттық ұрпақ тәрбиесі атты кітапқа жарияланған. Бұл білімді ел республикалық газетте жарияланды. Бұл Маңғыстауға жарияланды. Бұл Маңғыстау мұғаліміне жарияланды. Бұл ойын. Оқушылардың салауатты өмір салтын сабақтан бөлек те біз осылайша ұлттық үйде ата-аналармен бірге ойнаймыз. Оқушылардың сабақтан басқа да өзге отбасында да салауатты өмір салтын қалыптастырайық деп бәріңді әлеумет шақырамын.